Сен бұл саланың маманы емессің. Сен технологсың ба, лаборантсың ба? Бұл саланың маманы ретінде мен сенің не айтқың келгенін сразу түсіндім. Анау сен бірдеңені миға конкретный ой тастадың да онда, жаңағы камераға тік қарап тұрып деп, көзді ойнатпа деп. Бұл менің Жадырасын деген шәкіртім, үлкен кәсіпкер Асланбек брендінің негізін қалаушы. Батыс Қазақстанда өте танымал полуфабрикаттар барлығы біледі. Қазір Асланбек колбасасына үлкен хейт кетіп жатыр екен. Бір блогерлер оған атака жасап жатыр екен, сөйтіп ол кісі жауап беріп жатыр. Жақында ғана біз онымен Ақтауға мен барған кезде кездестік. Сол кезде айтқан, инстаграмды өшіретін шығармын, абай 11 мың, 15 мың оқырман жинадым деп. Бірақ қазір соның арқасында міне жауап бере алып жатыр да. 85 мың қаралым жинағанда видеосы. Және де қазіргі таңда өзінің атынан, компаниясының атынан құқығын қорғай алады, жеткізе алады, өзінің құндылығын жеткізе алады да. Енді міне жеке брендтің күші не үшін керек деген сұраққа осы жерде құрметті кәсіпкерлер керек деп ойлаймын.